Мына әлеуметтік желіде осы сұхбат беріп жатқандардың көпшілігі қазақ тілін дамыту дейді. Дамыту деген бөлек сөз. Дамыту деген қазақ тілі өзі дамып болған тіл. Бұл өте бай тіл, бай тіл. Оны ары қарай дамытып қажет жоқ. Бұл жерде мынандай тіркес қолдану керек. Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту. Міне, осы төңіректе болу керек әңгіме. Бұл орыс тілін құртып тастау емес. Біз орыс тілі арқылы кезінде орыс тілі арқылы біз Европаға шыққанбыз. Сол арқылы Европамен танысқанбыз. Әйтпесе біз вакуумдағы халық сияқты, егер қазір тұмшаланып алатын болсақ, біз көрбала қалпымызда қалып қоямыз. Қазақстанның шекарасы 7,5 мың километр орыстармен шекаралас болып жатыр. Сондықтан одар жылтыңдап одар кіріп шығады, жылтыңдап біз кіріп шығамыз. Сондықтан болашақта қазақ тілі жалғанда құрымайды. Осыны есте сақтау керек. Біз этникалық халықпыз, этникалық халықтың тілі жалғанда құрымайды. Осыны санауымызға тоқуымыз керек.